Бізде шын мәнінде мойындауымыз керек қой, әйел адамды ата-анамыздың алдында жауап бере алмаймыз, қорғай алмаймыз біз отбасымызда. Всегда ата-ана прав бола береді да бізде. Ол мына не былықтырып жатқанын білмейді. Сен жоқ кезде, мысалға, я. Сосын ғой мына көптеген келіндердің де қарайсың, өлімтігі мен сілімтігі болып шығып жүретінше, не әйел екенін сезінбейді, не еркек екенін білмейді. Не жылы сөз айтпайсың, не қыдыртпайсың, асырап баған міндетсініп кетесің. Одан сенің үйің, мына ата-ана деген дұрыс тәрбиелеу керек қой балаға, ше, дұрыс тәрбие беру керек. Былай тәрбиелеу керек та, просто қатын аласың ба, менің алдымда да, басқалардың алдында да жауап бере алатындай ал. Алмайсың ба, үйленбе онда деу керек та. Үйленбе, біреудің қызын аялап өсірген обалына қалма деп тәрбиелеу керек қой. Ал бізде ондай емес қой. Бізде жаңа әйеліңнің сөзін сөйлесең, жүректер жарылып кетеді да. Ал бірақ оның сол тиісіп бермей отқан ене өзінің әйел екенін білмейді да. Міне әйел мен әйел жауда, өзінің боғымен жасты келінмен жауласып жүреді үйінде. Бітті ғой, жасы келді, делать нечего, терять нечего деп ше. Ол дұрыс емес. Міне содан кейін жауапкершілік жоқ жерде ол ене мен келін қиямет күніне дейін арпалысумен кептелісу болып өтеді. Енді содан кейін келін мінез көрсетеді. Енді не істейді байғұс? Еркек қорғай алмағаннан кейін келін өзі қорған болады да. Бұл жерде өзі шаңырақ болып тұрған еркек болмайды да, әйел болып қалады да. Ал еркек әйтеуір тіреп тұр бүйтіп. Сынатын жерде сынат. Отбасы жабылғанда сол байғұсты жаңағы тәтті кәмпит сияқты тастайды, оған тарақандар үймелейді деген сияқты да. Міне осы жауапкершіліктің жоқтығынан көптеген әйелдер зардап шегіп жүр. Мен айтам да, не сұмдық болып баратыр, не сұмдық. Сөйтіп бүкіл күнәні әйелге артып қойып отырамыз.